Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Мен көрермендерімнің арасына көптеген адамдар 2 күннен бері сұрап жатыр. Kahramanmaraş'тағы қазақ үйлерді барып көрсетші, ол жерде тіршілік қалай болып жатыр, көрейік, өз көзіңізбен көріп, түсіріп, көрсетіңізші деп жатыр еді. Мінекей, көріңіздер, осы жерде дәл қазір 100-ден астам киіз үйлер тігілген. Барлық дерлік киіз үйлердің ішінде түрік отбасылары қоныстанған. Кей үйлерде бір отбасыдан, кейбіреулерінде 2 отбасыдан орналасқан деп жатыр. Мінекей, көрсетейін сіздерге. Мына жерде түрік қызыл байрағы, мына жерде біздің көк байрағымыз, анау жерде үлкен туымыз ілулі тұр. Мінекей, осы ауылдың енді тұрғыны қазір түнгі сағат 10 болыпты, барлығы ұйқыға кеткен. Былайынан қарап тұрсаңыз, кәдімгі ауыл, жолдың екі жағының бәрі киіз үйлер тігілген, өте ыңғайлы. Үйінен шығады, көмек мәшинесі келеді, немесе өздері барады да алып кете береді. Ал енді осыдан анау жоғарғы жағында футбол алаңы бар, сол жерге қырғыз бауырларымыздың киіз үйлер тігілген, 100-ден көп. Ал біздіңкі осы жерде, жалпы Kahramanmaraş'тың маңында қазақ-қырғыз ауылдары осылай пайда болған. Соңы деген анау жақта ұзақ енді. Шамамен о басы мен мына басы арасы бір 500 метрден астам, менің көз өлшемім бойынша. Мінекей осылай түрік бауырларымызға пана болып жатқан қазақтың киіз үйі.